Жасаған бисквиттеріңіз дұрыс көтерілмей жүрген болса, дәл осы рецепті сақтап алып жасап көріңіздер. Алдымен бөлме температурасында тұрған 5 жұмыртқамызға қант салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғарғы жылдамдығына дейін жақсылап миксерлейміз. Миксерлеу ұзақтығы шамамен 15 минут аралығында болады. Келесі кезекте ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қамыр қопсқыш салып жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп қолданыңыздар. Ұнды бірден барлығын салып жібермей, бірнеше бөлікке бөліп салуға кеңес беремін. Және де лопаткамен не болмаса осылай венчиктің көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап біркелікті масса болғанға дейін араластырамыз. Біздің массамыз осындай қою масса болуы қажет. Арнайы осындай кольцоға міндетті түрде фольга қағазын орап дайындап алыңыздар. Печканы міндетті түрде алдын ала қыздырып дайындап қойыңыздар. Массамызды форманың ішіне құйып, және де бір тегіс пісіп шығу үшін ағаш таяқшамен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасап алыңыздар. 175 градуста шамамен 25-30 минут аралығында пісіреміз. Піскеннен соң бірден формадан шығармай, жарты сағат көлемінде бөлме температурасында суытып алыңыздар. Осымен біздің бисквитіміз дайын, өте биік және де жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамдарын осы видеоның астына жазып қалдырамын.